Сәлем достар, біз бүгін осындай керемет шоколадты және кремі молочный осындай торт жасаймыз. Жұмыртқамызға қант және ванильный сахарды салып араластырамыз. Құрғақ қоспасына ұн, какао және қопсытқышты алдын ала барлығын біріктіреміз. Содан кейін көпіртіп жұмыртқамызды миксерлейміз, оған сүтімізді құямыз. Енді сүзгіден өткізген құрғақ ұндарымызды осылай сеуіп араластырамыз. Енді духовқа 180 градусқа 20 минутқа қоямыз. Мінекей кексіміз дайын. Мен осылай барлыға бірге бөліну үшін шүберекпен өлшеп алдым. Бұның барлығын 4-1 етіп бөліп шығамыз. Мен көп қабатты болып жасау үшін оны барлығын арасынан кесіп шықтым. Қалған кексімізді мен осылай миксерлеп, бетіне сеуге осылай ұнтақтап алдым. Мен осындай дүкеннің дайын кремін қолдандым және оны жақсылап миксерлеп аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Осылай әрі-біріне кремімізді жаға отырып, барлығын жинап шығамыз. Менікі осындай 8 қабатты болып шықты. Енді үстіне өтілген өтіндімізді сеуеміз және сұйық шоколадты осылай әшекей үшін қолдандым. Тортымыз міне осындай өте әдемі және дәмді болып шықты. Мерекелік дастарханға өте лайықты деп ойлаймын.